Жамбул Рахматулла. Тыңдап тұрмын. Мен сіздің жырларыңыздағы кейіпкерлердің бірінің көмекшісімін. Түсініп тұрған боларсыз. Түсінгендеймін, айта беріңіз. Сізді Нұрлы Астанамызға өзіне қонаққа шақырып отыр. Шақыруды қабыл алмасам? Ондай болса аяқ астынан ұры немесе зорлағыш аттанып кетуіңіз әбден мүмкін. Немесе кездейсоқ жағдайда қалтаңыздан үйіңізден есірткі, тапанша табыла салуы мүмкін. Жұртшылық теледидарда не көреді, соған сене береді емес пе? Білесіз ғой, мұның бәрі қалай жасалады. Қазекең, ондай да бар. Ендеше барып қайтайық. Әуежайға бас. Жамбул Рахматулла атындағы тұңғыш ресми қазақ рэпі продюсерлік орталығының басшысы әрі қазақ рэпінің негізін қалаушы Жамбул соңғы кездерде қазақ рэпіне қатысты орын алып жатқан дау-дамайға байланысты өз пікірін айтыпты. Тыңдайық. Қазақ рэпінің сарапшысы бас Жамбул, қазір сенің назарыңда кәсіби рэп осы мастер-класс. Олд не ньюскул емес әңгімемді тыңда. Байқасам соңғы уақытта қазақтың рэпін балағаттауда. Міне сендерге жауапты ұстап, тыңдап үлгермесең slow play'ді астыңда. Мелодиям болмаса антисмақтар, кімсіңдер сендер дамаған бластар. Мәтіндерің өздеріңнен емес, клиптерің эретика болып кеткен клип емес. 70% шетіңнен плагиат, бір киноға түсіп өзін чебі сынап қояд. Қайсы бірің болса да бізге жолама, тілдерін қазақшалып күйгелерін жабыңдар одан да. Ал енді саясаткерден ең қайраткер болсаңыз да тыңдаңыз мені, демократиялық мемлекетпіз. Не айтам, не айтпайым үйретпеңіз. Істегенде қысатын біз әскер емеспіз, сақалды сүрсек те уахабит емеспіз. Алматының прокуратурасы мақсақта экстремист топ деп жапасаңыз болғаны. Жалғыз өзім саяси рэп жазсам да құдайдан қорқам, сіздерден қорықпаймын да. Ешкімнің көшірмесі емес мен түпнұсқам. Рухым шыққанша ақиқат айтамын, басқа айтар не бар сірә ұмытып тұрған. Аяқ қазақтың рэпінен 96 бастадым, осымен осы әңгімемді аяқтадым. Айтпақшының армандарым әссәләмім. Қазақ деген өзі бір түрлі халық болып барады. Үйсіз күйсіз жүрген қазақтарды ойламай, миллиондарды алып отқан депутаттар мен президенттен сұрау ала алмай, әлдер жететін қара халыққа тиісіп өз өздерін жүр қанап сол бұрынғыдай. Қазақ деген өзі бір түрлі халық болып барады. Үйсіз күйсіз жүрген қазақтарды ойламай, миллиондарды алып отқан депутаттар мен президенттен сұрау ала алмай, әлдер жететін қара халыққа тиісіп өз өздерін жүр қанап сол бұрынғыдай.